Arman ауылын қатты жақсы көретін. Бұл өте бейбіт жер еді. Ол күнде достарымен ойнайтын. Олар үй салып, гауһар тас іздеп, тіпті шошқа мініп жүретін. Бірақ бір күні бәрі өзгеріп сала берді. Айдахар, Айдахар деп айқайлады ол. Таудың басында үлкен қорқынышты Айдахар пайда болды. Ол бәрін қорқытып жүреді. Арман да қорықты, бірақ ол батыл бала еді. Ол не істеу керектігін білетін. Ол Айдахармен шайқасуы керек еді. Ол ауылын қорғауы керек еді. Ол батыр болады. Арман дайын болуы керек еді. Ол жұмыс үстеліне келді. Ол темірден мықты қылыш жасады. Ол гауһар тастардан мықты сауыт жасады. Тіпті садақ пен жебе де жасады. Оған алыстан да шабуыл жасауға тура келуі мүмкін еді. Арман бәріне дайын еді. Ол Айдахармен шайқасуға дайын еді. Оның достары Билл мен Майя оған көмектескісі келді. Билл күшті еді. Ол қосымша блоктарды алып жүрді. Майя ақылды еді. Ол емдік сусындар әкелді. Олар бір команда еді. Олар Айдахармен бірге шайқасады. Тау биік және қорқынышты еді. Бірақ Арман қорықпады. Оның достары бар еді. Оның қару жарағы бар еді. Оның батылдығы бар еді. Олар тауға өрмелей бастады. Олар тастардан секіріп өтті. Олар ағаштарды кесіп өтті. Тіпті лава өзендерінің үстінен көпірлер салды. Олар жоғары көтерілген сайын ауа суыта берді. Аспаннан қар жауды. Айдахардың үңгірі жақын еді. Арман мұны сезді. Олар абай болуы керек еді. Айдахар кез келген жерде болуы мүмкін еді. Тау жолы қараңғы үңгірге алып келді. Іші қорқынышты еді. Төбеден өрмекшінің торы салбырап тұрды. Қараңғылықта әлде бір дыбыстар естілді. Арман шамдарын алып шықты. Ол оларды қабырғаларға қойды. Жарық көлеңкелерді қуып жіберді. Олар абайлап жүрді. Олар қауіпті тыңдап келе жатты. Кенеттен олар біреудің ысылдағанын естіді. Төбеден алып өрмекшілер секіріп түсті. Олардың 8 аяғы және қызыл көздері бар еді. Арман, Билл және Майя батылдықпен шайқасты. Олар өрмекшілерді жеңу үшін қылыштарын қолданды. Үңгір қайтадан қауіпсіз болды. Үңгірдің тереңірек жерінде олар лаваға толы бөлме тапты. Ауа ыстық және күкірттің иісі шығып тұрды. Лаваның бетіне көпіршіктер көтерілді. Төменде бірдеңе қозғалып жатты. Кенеттен алып қызыл жаратылыс секіріп шықты. Бұл лавадан жасалған құбыжық магма кубы еді. Абайлаңдар, бұл магма кубы. Магма кубы оларды өртеп жіберуге тырысып секіріп жүрді. Арман епті еді. Ол отты шабуылдардан жалтарып кетті. Ол магма кубын ату үшін садағы мен жебелерін қолданды. Ақыры магма кубы жеңілді. Ол түтінге айналып жоғалып кетті. Қауіпті болды. Біз әрі қарай жүруіміз керек. Ақыры олар үңгірдің соңына жетті. Алып есік үлкен бөлмеге алып келді. Міне, ол Айдахардың үңгірі. Бөлме алтын мен зергерлік бұйымдарға толы еді. Сандықтар қазынаға толып тұрды, бірақ Арманға қазына қызық емес еді. Ол мұнда бір ғана мақсатпен келді, Айдахарды жеңу үшін. Қараңдаршы, мына қазына, бірақ біз мұнда ол үшін келген жоқпыз. Біз Айдахарды жеңуіміз керек. Айдахар үңгірдің ортасында ұйықтап жатты. Ол Арман елестеткеннен де үлкен еді. Оның үлкен қанаттары, өткір тырнақтары және мыңдаған зүбәржат сияқты жарқыраған қабыршақтары бар еді. Арман бұл кейін шайқас болатынын білді. Міне сол сәтте келді. Біз дайындалып жатқан сәт. Бастайық. Кенеттен Айдахар көзін ашты. Ол Арманды, Биллді және Майяны көрді. Айдахар ақырды, танауынан жалын атты. Арман тез арада темір қалқанын көтерді. Жалын металдан зиянсыз секіріп кетті. Арман тез әрекет ету керектігін білді. Айдахар тым күшті еді. Арман терең тыныс алды. Ол қылышын көтеріп, Айдахарға қарай жүгірді. Айдахар оның келе жатқанын көрді. Ол үлкен құйрығын сермеді. Арман дәл уақытында секіріп кетті. Айдахардың құйрығы қабырғаға соғылды. Төбеден тастар құлады. Билл мен Майя әрекетке кірісті. Билл Айдахардың көңілін аударды. Ол басына қар лақтырды. Айдахар ашуланып ақырды. Майя мүмкіндікті пайдаланды. Ол алға жүгірді. Ол Айдахарға дәрі лақтырды. Дәрі жарқылдаған бұлт болып жарылды. Айдахар шатасты. Міне менің мүмкіндігім. Ол Айдахардың сауытындағы әлсіз жерді көрді. Ол сол жаққа қарай жүгірді. Ол секіріп қылышын сермеді. Қылыш нысанаға тиді. Айдахар ауырсынып ақырды. Айдахар әлсіреп қалды. Ол соңғы рет түтін шығарды. Содан кейін ол жерге құлады. Біз жеңдік. Айдахар жеңілді. Арман мұны істеді. Ол ауылын құтқарды.
Ол шынайы батыр еді. Арман, Билл және Майя қуанды. Олар мұны бірге жасады. Олар қорқыныштарына қарсы тұрып, жеңіске жетті. Олар терең тыныс алып, үйлеріне қарай жолға шықты. Олардың айтатын әңгімесі көп еді. Олар ауылға оралғанда, оларды қуанышпен қарсы алды. Олардың батыл ерлігі туралы бәрі естіген еді. Олар батырлар еді. Олар ауылды Айдаһардан құтқарды. Мен өзімді мақтан тұтамын. Арман мақтаныш сезіміне бөленді. Ол достары жанында болса, кез келген қиындықты жеңе алатынын білді. Сол күні кешке олар мерекелік дастархан жайып тойлады. Олар торт жеп, би билеп, ән айтты. Арман бұл күнді ешқашан ұмытпайтынын білді. Ол Айдаһармен шайқасып аман қалды. Және ол ауылын барлығы үшін қауіпсіз жерге айналдырды.